Сәлеметсіздер ма? Менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін біз тәтті бәліш жасайтын боламыз. Бізге 450 грамм ұн. Мен кішкене ұннан алып қалайыншы осы. 450 грамның барлығын салған жоқпын. Соған бізге 180 грамм бөлме температурасындағы май, болмаса маргарин 72% болады. Осыны жақсылап ұн менен майды езіп, ұнтақ жасап аламыз. Міне ұн мен майымыз жақсылап араласты. Енді осыған какао 40 грамм. Менде рахаттың какаосы. Және де 10 грамм қопсытқыш. Жақсылап араластырып аламыз мұны да. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамызды 100 грамм қант, 1 жұмыртқа және де 150 грамм қаймақ 20%-тік жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласты. Енді осы сұйықтығымызды ұн менен майымыздың үстіне құямыз. Енді осыдан басы біріккенше қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны орап холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз, мұздағанша. Біздің қамырымыз дайын болды. Тоңазытқышта жарты сағат ұстадық. Енді бізге бұның азғантай мөлшерін бетіне узор жасауға алып қаламыз, өрнек жасауға. Қамырымызды осылай деп жайып аламыз. Бізге мынандай форма қажет болады, пирог пісіретін. Мен борттар қалай болады екен деп қарап жатырмын. Осылай деп жинап алып. Пісіретін табамызға осылай деп саламыз. Өстіп. Борттарын жақсылап тұрып, мына қалыпқа жапсырып аласыздар. Қазір артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Осылай деп артық тұрған шетіндегі қамырларды кесіп аламыз, бір тегіс болу үшін. Қалған қамырымызды түбіне тастап, осылай деп тағы да жұқартып жайып аласыздар. Енді қойытылған сгущенкаға
450 грамм, 100 грамм уақталған жер жаңғағы, арахис. Жақсылап араластырамыз. Бәлішіміздің салмасы. Жақсылап араласқан салмамызды енді дайын тұрған қамырымыздың ішіне жұқартып салып аламыз. Бәлішіміздің диаметрі 25 болды. 25 сантиметр. Видеоның соңына дейін болып, лайк басып, комментарий жасап, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Каналымыздың өсіп, өнуіне ат салысып отырыңыздарды өтінемін. Енді жаңа қамырымыздан алып қалған кішкентай қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Енді қамырымызды осындай жіңішкелікте кесіп аламыз. Осылай деп бетіне әшекейін жасап шығамыз. Артық қалған қамырларын кесіп алып тастайсыздар. Жан-жағын осылай деп тегістеп аласыздар. Бәлішімізді қалпымызға жинап алдық. Енді бетіне осылай деп жұмыртқаны араластырып жағамыз. 170 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пешіміз қызды. Енді 40-45 минутқа 170 градусқа қоямыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Бүгінгі біздің пісірген бәлішіміздің дегустациясын алатын менің немере қызым Мерейлім. Ал Мерейлім қызым, әжеңнен пісірген. Өте дәмді.